Рамазанның өзінде де қарасаңыз, 11 ай бойы біз, Рамазанға дейін 11 ай бойы біз намаз оқысақ та, біреулер ораза ұстады, нәпіл оразалар ұстап жүрді, әртүрлі амалдар, салиқалы амалдар жасалып отыр. Бірақ бәрібір бүйтіп анықтай келген кезде 11 ай біз өзіміздікі болдық. Содан Алла Тағала Рамазанды әкелді, менікі болшы деп кіргізіп жіберіп отыр негізі. Өйткені ешбір амалда оразаға қатысты сөйлегенде сөйлемеген. Мысалы айтады: «Күллу амали бәни адам баласының күллі амалы ләху» дейді, қараңыздар, өзіне дейді. 11 айдағы сипатымызды айтып отыр да. Илля сияма, оразаны айтпағанда, Рамазан айындағы күйіңді айтпағанда дейді. Инна сияма ли, ораза менікі дейді. Яғни сен Рамазанда менікі болу керексің дейді. Менікі болуыңа көмектесу үшін шайтандар байланды, аспанның күл есіктері ашылды, жәннеттің күл есігі ашылды, тозақтың күл есігі жабылды. Сені қызықтыру үшін, сенің иманыңды көтеру үшін. Сосын сені күндіз оразамен ұстаймыз да, түнде намазға кіргізіп жібереміз. Сені қимаймыз, түнде де күнде де қимаймын дейді сені. Өзімнен басқаны іздеуіңді қаламаймын дейді. Сондықтан мынау мұсылман деген нәрседе де Рамазан айында осындай ерекше тәрбие болып жатыр да бізге. Егер түсінсек, оның үстіне келіп бір қадір түні деген сыйлығын тағы әкеле жатыр. Мысалы айтайық, ол егер оған дөп түссе адам, ол адам шын мәнінде онда жаңағы күллі Алла қалаған бақытқа жолықтай беріңіздер мысалы. Өйткені сауабы өте үлкен, адам сөзі жетпейді, қадір түнде баяндағандай болмаса.